Салем достар, сіздермен Малькин. Бүгін мен сіздерге ДМД 2020-да Ювентус құрамасын жасауды үйрететін боламын. Сіздер осы видеоның описаниесіне кірсеңіздер осылай шығады. Сосын сіздер мынаны басасыздар, міне. Осыны басқан кезде осындай шығады. Сосын скачать на телефонды басасыздар. Сосын скачать етіп болады. Ол тез скачать етіледі. Менде ол скачать етілді. Сосын біз драйверге кіреміз. Айтқандай мен сізге драйверін көрсетіп кеткен үшін. Міне достар, менің составым ешкім жоқ. Міне Мора, Буцкес қана бар, міне қалғандары драйвердің өзінің ойыншылары. Міне шығасыздар. Сосын жаңағы файлды скачать етіп болғаннан кейін драйверге кіресіздер. Драйверге кіресіздер. Міне сосын қазір бұл астыға түсіңіздер. Мындай тұрады, міне OK должны леть. Осыны міне көрген шығарсыздар. Осыны басасыздар. Сосын былай шығады. Ювентус 2019-2020 Key and Logo CMZ деп шығады. Осыны басасыздар. Сосын распаковать дегенді басасыздар, міне. Сосын внутренняя память деп тұр. Внутренняя память басасыздар. Сосын Android'ты басасыздар. Сосын датаны басасыздар, міне. Сосын мына жердегі міне мына кнопканы көрген шығарсыздар. Осы кнопканы, жасыл кнопканы басасыздар. Сосын осындай шығады. Сосын мынаны басасыздар. Применить это действие ко всем файлам. Міне тұр ғой. Осыны басасыздар да, сосын заменитті басасыздар, міне. Архив точно распакован. Сосын бәрінен шығадыздар. Өздеріңіздің драйверлеріңізге қайта ораласыздар. Қазір көресіздер, Сассуолаға кіріппін мен. Мынада кіші суреттер көрінбей, кіші оқып қалған сияқты ғой. Мынаны қараңыздар. Тағы бар алынау етіп жіберейік. Мына кішкене қазір шығып жатыр, мыналар. Осылай обновление істеп жібересіздер. Сосын бірінші мәселе бар. Мегабайтты өшіретіздер. Мегабайтты кішкене өшіріп жіберіңіздер. Мобильный данный болсын, немесе Wi-Fi болсын, соларды өшіріңіздер. Сосын кіресіздер. Енді достар, осылай шығып қалады. Ақырында бұлар шыға береді, бұлар ештеңе етпейді. Бағана аналар жоқ еді, міне. Осылар шықты достар, міне осындай баг. Видеоны лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Келесі шығатын видео міндетті түрде Атлетико Мадрид командасы болады. Асыға күтсеңіздер, осы видеоға 20 лайк және 20 просмотр жинап берулеріңіз керек. Содан кейін барып мен келесі видеомды Атлетико Мадридті, яғни Атлетико Мадридті шығаратын боламын. Сау болыңыздар.